Күнәларың жайында өзім айтайын ба? Әлде өзің айтасың ба? Сен мен білмейсің. Мен түсінбейсің бе? Мен сен түсінем бе? Түсінбейм бе? Ол маған қызық емес. Маған сенің күнәларың ғана қызық. Ояндың ба? Сен кімсің? Сенің күнәларыңды бақылаушы. Не? Не оттап тұрсың? Не? Барлығы дұрыс. Ешқайсысын қате естімедім. Сені мұнда өзіңнің істеген күнәларың алып келді. Түріңе қарашы. Қандай адамға айналасың? Я. Мен басқалар ойлағандай жақсы істемедім. Бірақ сен мен жазғыратын ешкім емессің. Я, мүмкін. Сенікі де дұрыс шығар. Бірақ та бәрібір өзің істеген күнәларың үшін жауап бересің. Менен саған не керек? Асып еш нәрсе. Тек күнәларыңды мойындағаныңды қалаймын. Есірткіні қабылдап жүргеніңе біраз уақыт болды. Ол саған не берді? Мерілер түніне оған. Жай. Түні бойы ұйықтай алам. Түні емес мөрт ұйықтамай жатсың ғой. Маған біле алмай сөз жүргенді. Ол кісінің жұмысынан қол болса етесің ғой. Мен түгіл өзінен гәңгіме жүр. Мүмкін дәрежеге барасың. Нәтімді өп жүрің алып кетті. Жоқ, бәрі нормально. Жарайында өзің бетін болжан. Не ғой, Жаняка? Қарызға 20 мың теңге бар ма? Осыған қарызға ақша берді ме? Иә, берді. Қайтардың ба? Екті. Сенің ол ақшаға не сатып алғаныңды жақсы білемін.
Алло, Алло, Меруерт, что там, қайдасың сен? не болды, Яра? В общем, саған айтатын бір маңызды тема бар. Бүгін келуің керек, міндетті түрде. Нәрсе ол? Потом о, келгенде айтамын. Келе аласың ғой, ә? Хорошо, давай. Ол сені онда не үшін шақырып еді? Мен құрбыма ғана емес. Оған да көп ақша қарыз едім. Қарызын төлеу үшін бармаған шығарсың. Төлеу үшін бармадым. Бірақ әңгіме мүлде басқа болды. Қатырасың, брат. Что там бағана, кіммен сөйлестің? Жай таныс қыз ғой. Қалай? Нормально ма? Керек емес, брат. Сен ойлағандай қыз емес ол. А чё? Не жаман? Или бір жері не то ма? Айтайын ба? Наркоман ғой, брат. Бәлесін олы онда. А чё сен оны қаяқтан танисың? Бір мектептеміз ғой. Не үшін шақырдың оны? Жай шама? Маған қарыз, сол үшін шақырдым. Онда қалай ол? Жас қыз қалай наркоманка болған? Ай, ері. Ақша үшін не істемейсің, е? Я енді. Өзі ғой әлі. Анасы ба? Дәл өзі ғой. Яра, сен жеке әңгіме бар дедің ғой? Айтатын әңгімең жеке айт. Ой, ері. Мен қайтайын. Жақсы, брат. Келе отыр. Неге тұрсың? Сонымен, Яра, не айтайын деп едің, айтшы. Қысқасы Мика. Сен маған анам емес, үлкен сома қарсы. Енді оны уақытында қайтармасаң, үстіне процент ала берем. Жарай ма? Мен оны алғаныма көпте болған жоқ қой. Мен саған алдын ала айтып отырмын. Сен маған по-любому қазір қайтармайсың. Дұрыс па? Жарайды. Не ғой, Яра? Тағы кішкене бар ма? Иә бар, есіне бер. Менде ломка. Кешке дейін шыдай алмайтын сияқты. Бере аласың ба? Жарайды, берейін. Бірақ бір шартым бар. Қандай? Ақшасын 2 есе төлейсің. Жарайды, берші. Сен Итаге қарызға пешесіне батқан адамсың. Қай миыңмен алдың ол нәрсені? Түсінші, мен ол кезде өз-өзім басқара алмадым. Ол нәрсені қабылдамасам, өліп кетердей қорқып тұрам. Қалай қайтардың ақша? Ол ақшаны қайтаратын. Тек бір амал болды. Қандай амал? Мам! Ұрлықтан басқа амалың болмады ма? Онсыз да әкең жоқ. Жалғыз анаңа қиын емес пе? Енді маған не істе дейсің? Не істеуім керек бол? Ұрлау мәселеден шығудың жолы емес. Маған бір нәрсеге шын жауап берші. Сені осындай қылған өзің бе? Әлде өзгелер ме?
Мен үнемі достарыммен жүруші едім. Жатам алдында лифтке отырған не қыз не болды? Газ келеді. Қалайсың, Ера? Жақсы өзің? Пойдет. Аза, сен бара берсей. Қайда барам? Айтпақшы ері, алдында жарты килограмм не болды сізде ма? Соны родной. Мика, сенде бәрі жақсы ма? Жоқ. Саған қалай көмектесе аламын? Білмеймін, Ера. Шаршап кеттім бәрін. То үйдегілермен, то мектепте. Ана істесем анау болмайды, мынаны істесем мынау болмайды, білмеймін. Бір рахаттанып, өмірімді полностью өзгерткім келіп жүр. Рахаттанып дейсің бе? Иә. Тыңдашы, менің досым да тура осындай жағдай болған. Туғанадан, тумадан қиналып жүрген. Бірақ оның өмірін бір-ақ нәрсе өзгертті. Не екенін білесің бе? Не ол? Ера, алып тастаған есің дұрыс па? Мика, сен бірінші көш, сосын маған рахмет айтасың. Ера, мен саған адам құсап айтып тұрмын ғой. Тыңдашы, Мика, сен қиналып жүргенді білмейді деп ойлайсың ба? Жарайды, қаламасаң өзің біл. Мейлі, тиме, әкел. Жақсы, Ера, давай. Не? Біреу айтты екен деп, кез келген нәрсені қабылдай бересің ба не? Мен ол кезде ойланатындай күйде болған жоқпын. Тоған қалай баспен кіріп кеткенімді байқамай қалдым. Меруерт, сенің әкең есірткінің кесірінен қаза тапты. Әкемді айта бермеші. Я, кінәлімін. Сен ойлағандай күнәһар да шығармын. Бірақ мен өкінем. Сол жаман жолға түсіп кеткеніме де өкінем. Қарызға кіріп сорлы болғаныма да өкінем. Әкемнің содан қайтыс болғанын біле тұра. Сол бәлеге ұрынғаныма да өкінем. Сондай нашар адамдармен байланысқаныма да өкінем. Енді менді қанша кінәласаң да, жазғырсаң да өзің біл. Жарайды. Бәрін басынан бастағың келе ме? Басқа мүмкіндік жоқ. Мүмкін емес нәрсе жоқ. Тірі тұрғанда барлығы да мүмкін.